Рухани жаңғыру бағдарламасының 17 арнайы жобасын жаңа айтып өттім. Соның ішінде білім саласындағы елеулі орын алатын жобалардың бірі жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы. Осы жобаны толығымен таныстыру мақсатында, біздің көрермендерге насихаттау мақсатында Рауан Кенжеханұлын шақырған болатынбыз. Өз арнайы жобаңыз туралы айтып өтсеңіз. Көп рахмет шақырғандарыңызға. Бұл жобаны насихаттау, жалпы ақпарат беру біз үшін міндет. Жалпы жаңа айтылған жобалардың ішінде шында да солардың арасында үлкен орны бар. Одан кейін нақты көрсетуге болатын қазір нәтижелері бар негізгі бағыттардың бірі. Жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасының негізгі мақсаты дүние жүзіндегі ең ілгері деген оқу орындарының бағдарламаларына кірген, көп тілдерге аударылып, әлемде білім беру саласында кеңінен қолданылатын оқулықтарды қазақ тіліне аударып, біздің студенттерге оқу орындарына жеткізу. Бұл жобаны іске асыру үшін әуелі кезекте біздің оқу орындарынан ұсыныс алдық. Қандай оқулықтарды аудару қажет деп санайсыздар деген сұраққа жауап ретінде 800-ден аса оқулық келді. Яғни шында да бұл оқулықтарға деген қажеттілік, сұраныс өте жоғары. Өйткені шамасы жеткен оқу орындары, шамасы жеткен оқытушылар бұл оқулықтарды тауып алып, өз беттерімен аударып келді осы уақытқа дейін. Лекцияларға пайдаланды, жеке материал ретінде пайдаланып келді. Арғарай енді ол 800 оқулықтың бәрін аудару мүмкін емес, сондықтан арнайы жұмыс тобы белгілі бір талаптарды анықтап, сол талаптардың негізінде жылда бізге 30 оқулықтан бекітіп беріп отырды. Қазір сол осы рухани жаңғыру бағдарламасы қолға алынған 17 жылғы сәуірден бері 3,5 жылдай уақыт өтті. Осы аралықта біз 77 оқулықты аударып, басып шығарып, еліміздегі 132 жоғарғы оқу орындарының кітапханаларына жеткіздік. Бұл біздің мемлекеттік және жеке меншік, яғни барлық жоғарғы оқу орындарын қамтиды. Сол оқу орындарында оқитын тиісті бағыттағы студенттердің санына қарай оқулықтарды әр университетке таратылуының өзінің арнайы тізімі бар. Енді бұл оқулықтарды аударуға, дайындауға еліміздегі барлық негізгі деген әсіресе ұлттық университеттердің мамандары кеңінен қатысты. Жалпы алғанда 300-ге тарта оқытушылар, ғалымдар, редакторлар, әрине аудармашылар дені негізінен сол ағылшын тілінен қазақ тіліне тікелей аударды. Аудармашылары бар. Ол аудармашылар тек қана тіл білетін адам емес, бірінші кезекте пәнді білетін сол пәннің мамандары, ғалымдар, оқытушылар. Одан кейін ғылыми редакторлар, одан кейін әдеби редакторлар, яғни тілінің жатық болуы, сауатты аударылуы, одан кейін ғылыми редакторлармен бірлесе отырып, ұғымдардың, терминдердің дұрыс берілуі, осының барлығы мұқият қаралды. Осыдан кейін барып, жаңағы корректорларымыз бар, техникалық жұмыс бар, беттеуі бар, дизайны бар, ол жұмыстар орындалады. Содан кейін тиісті жоғары оқу орындарының кафедраларында маманданған бұл оқулықтар талқылаудан өтеді. Яғни ертең оны қолданатын, пайдаланатын оқытушылар әрқайсысын талқылап, қалай берілді, ұғымдар орнында ма деген секілді кәдімгі ғылыми талқылаудан өткеннен кейін әр оқулыққа қай оқу орында талқыланғандығы айтылады. Бұдан бөлек сырт көз, яғни бұған ғылыми бөлек пікір айта алатын мамандардан тәжірибесі бар, тиісті дайындығы бар адамдардан рецензиялар аламыз. Сондықтан осындай бірнеше сатыдан тұратын сапа қамтамасыз етуге арналған жүйе қалыптасты. Осындай жұмыстың ретімен қазір тағы да қайталап айтайын, 77 оқулық аударылып таратылды. Тағы да 23 оқулық 100-ге толтыру үшін қазір аударылып болды. Олар баспаға дайындалып жатыр. Жоспарымыз биылғы жылдың аяғына дейін оларды оқу орындарына жеткізу. Бұйыртса, онда біз биыл осы жобаның қорытындысын шығармақшымыз.
Рахмет, тамаша. Шынымен біздің қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында 1,5 миллионға, шамамен 1,5 миллиондай студент бар екен. Мен ойлаймын, бұл жоба сол студенттердің әлемдік деңгейдегі кітаптарды, әртүрлі басқа тілдердегі кітаптарды қазақ тілінде жаңағы сауатын ашуға, қолдануға өзінің үлесін, үлкен үлесін қосады деген ойдамын. Екінші сұрағым, бәріміз білеміз, сіз осы жуық арада біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлының қабылдауында болдыңыз. Сол қабылдауда қандай сұрақтар талқыланды? Жалпы ұлттық аударма бюросына қандай міндеттер, тапсырмалар тапсырылды? Сол туралы айтып өтсеңіз. Бірінші кезекте әрине осы жасалып жатқан жұмыс жайлы есеп бердім. Соның ішінде бұл жоба бізге нақты не берді деген сұрақ қойылды. Менің ойымша, біріншіден елбасы мақаласында атаған біраз бағыттар бойынша біздегі оқу бағдарламалары, білім берудің мазмұны шынында да түбегейлі түрде жаңарды. Олар философия, әлеуметтану, психология, тарих, тіл білімі, одан кейін саясаттану деген секілді бағыттарда бізде қазір ілгері дамыған, біз қатарына қосылғымыз келетін 30 елді атап жүрміз ғой. Сол мемлекеттердің жақсы деген оқу орындарының бағдарламаларына кірген оқулықтары, ал онымен бірге талқы мәселелері, қойылатын, талқыланатын сұрақтары біздің аудиторияларға келді. Бұл жағынан алғанда, бұл жоба болашақ бағдарламасының бір кең жалғасы секілді. Өйткені болашақ бағдарламасының аясында біз қабілетті деген жастарды сыртқа ең мықты деген оқу орындарына жіберіп жүрдік. Ал мынау сондағы оқу мазмұнын, оқу бағдарламаларын, идеяларды, білімді, концепцияларды Қазақстанға алып келіп, қазақ тіліне аударып, барлық студенттерге, барлық оқу орындарына қолжетімді ету. Екіншіден, бұған дейін қазақ тілінде мүлде болмаған жаңа салаларға жол ашты біз үшін. Мәселен, статистика, демография, зерттеу әдістері, экономиканың ішіндегі бірнеше жаңа бағыттар, маркетинг, макро-микроэкономика, экономикс, ұйымдық мінез құлық, интернет психологиясы деген секілді бұған дейін қазақ тілінде болмаған салалар, бірақ қазіргі өмірге өте қажетті, өзекті мәселелерге қатысты кәдімгідей жаңа білім беру құралдары пайда болды. Үшіншіден, біз өзіндік жұмыс істеу технологиясы бар, өзіндік ұстанымдары бар аударма мектебін қалыптастыра алдық деп ойлаймын. Өйткені біз секілді мемлекетке аудармамен белсенді түрде араласу керек. Ол тек қана ұлттық аударма бюросы емес, жалпы басқа да ұйымдар, ол академиялық ғылыми әдебиет болсын, көркем әдебиет болсын, медиа материалдар болсын, видео, аудио. Қазір мысалы балаларға көп ықпал ететін, оларға балалардың тарапынан үлкен сұранысқа ие видео ойындар, көрнеклі, жаңағы визуалды материалдар. Осының барлығы аударылмаса, біз тілдің қолданыс аясын кеңейте алмаймыз. Одан кейін бұл түптеп келгенде біз үшін тіпті тәуелсіздік мәселесі. Сондықтан осындай мәселелер талқыланды. Бізге осы бағытта белсенді жұмыс істеу, жұмыс жалғастыру тапсырылды. Біз оған дайынбыз. Мына жаңа айтып отырған аударма мектебі және мамандардың барлығы олар өз бетімен пайда болмайды. Қазақша айтқанда, жаңағы бізге бір жақтан келе салмайды, аспаннан түспейді. Олар болу үшін осындай мамандар, осындай орта, осындай жобалар жасалу керек. Өйткені әр оқулықты аударған сайын мамандар кәсіби біліктілігін, дайындығын арттырып, сондай бір ортаға келіп қалыптасып келіп отыр, әрине. Мен ойлаймын, жалпы бұл бағдарлама, яғни қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық, тек қана әлемдегі кітаптардан біліммен сусындау ғана қоймай, қазақ тілінің мәртебесін де көтереді. Өйткені бұндай білімді қазақ тілінде алу қазақ жастарына өте керек. Өйткені бұл қазақ тілінің мәртебесін, абыройын қазіргі таңда көтереді деген ойдамын. Сонымен қатар сіз өзіңіз жалғыз келмей, кітаптарыңызды да алып келіпсіз. Сол кітаптарға тоқталатын болсақ, егер айтам десеңіз, кітаптарға тоқталуға мүмкіндік бар. Жаңа сіз дұрыс айттыңыз, шында да бұл тілдің
мәртебесін көтеруге, мәртебесін ғана емес, мына Кеңінен қолдану. тілдің мүмкіндігі, жалпы тілдің, кез келген тілдің әлеуеті, ол сол тілдегі мазмұнмен анықталады. Егер белгілі бір тілде өмірге қажетті адамдардың маман ретінде, тұлға ретінде қалыптасуына қажетті мазмұн болмаса, ол тілде, онда ол тілдің қолданыс аясы тарыла береді. Сондықтан мына оқулықтар ғылым тұрғысынан білім берудің жақсы негіздерін күшейту арқылы тілдің ілгерілеуіне, күшеюіне шынында да негіз қалап отыр. Қазір бізде білім беру саласында мектептердің 80%-ға жуығы қазақ тілінде жұмыс істейді. Жоғарғы оқу орындарының 70%-на дейін балалар саналы түрде қазақ бөлімдерін таңдап барып жатыр. Бірақ осы мамандықтар таңдап барған жастар өз тілінде қажетті оқу құралдарын табылмаса, онда оқу сапасы әрине жоғары болмайды. Осы тұрғыдан келген кезде, мысалы, биыл ғана аударылып тапсырылып отырған 30 оқулықты ғана айтуға болар еді. Мәселен, міне микро-макроэкономика. Бұған дейін қазақ тілінде бұндай бола қойған жоқ. Әрқайсысы осындай үлкен көлемді еңбектер. Бұлар оқулық болғаннан кейін әрбір ғылым саласына бастан аяқ шолу жасайды. Яғни бұның ішіндегі жекелеген теорияларды ғана насихаттамайды. Мысалы, микро-макроэкономика саласында бұған дейін қандай теориялар болды, қандай ғалымдар болды, соның бәріне шолу береді. Одан бөлек бұған дейін бола қоймаған, әсіресе мынау шығармашылық оқу орындарының өтініші, ұсынысы бойынша кино өнерінің теориясы және тарихы, театр тану, мынау мәселен әлемдік музыка тарихы Кембридж университетінің, одан кейін медиаға мәтін жазу дайындау, этика, бұның барлығы мамандар кәдімгідей көптен күтіп жүрген. Аудиториядағы жұмысты ұйымдастыру үшін, студенттерге шын мәнінде бүгінгі өмірге қажетті білім беру үшін ауадай қажет құралдар. Бұлардың көпшілігі қазақ емес, тіпті орыс тілінде жоқ бізде. Солар тікелей ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылып, кейбір дүниелер Қазақстанның тәжірибесіне бейімделді. Мәселен, мына оқулық жеке қаражат деп аталатын. Әрқайсымыздың, мысалы, өзіміздің тағы жеке қаражатымыз бар ғой енді. Айлығымыз, бюджетіміз, отбасылық бюджетіміз, зейнетақымыз, сақтандыру мәселелері, депозиттеріміз, кредиттеріміз, соның барлығын қалай жүйелеу керек, қалай басқару керек, қалай жоспарлау керек. Соған арналған өте жақсы оқулық, бірақ оқу орындарында берілетін нәрсе, әсіресе экономикалық мамандықтардағы адамдарға. Енді осының ішінде теорияны біз ағылшын тілінен алғанымен бүкіл практикалық мәселелерін Қазақстанның тәжірибесіне бейімдедік. Қайтадан жасалды, кейстердің барлығы. Яғни біздің заңдар, біздің практика толықтай ескеріліп отыр. Сондықтан бұның ішіндегі жұмыс бұл тек қана тікелей аудару емес. Бұл ғылымды біздің күнделікті өмірге, біздің жағдайға, біздің заңдарға қажет болса кейбір мынау мәдени бағыттағы оқулықтарды біздің қабылдауға да бейімдеу тұрғысынан қаралды. Екінші, шында да біз дүниеден тек ала бермей, бізде де беретін дүние бар екендігін айтқымыз келеді. Бұл екі жақты қозғалыс болуы тиіс. Біз ғылым тұрғысынан көп нәрсені алып жатырмыз, барлық салалар бойынша. Шында да бұл бізге ел ретінде өсу үшін, даму үшін қоғам ретінде өте қажет. Бірақ сонымен бірге, егер біз тек ала берсек, біз өзіміз ортаға кіргіміз келетін, ілгері дамыған елдердің арасында өз орнымызды табуымыз күрделі болар еді. Осы тұрғыдан бізде бір өзінше ерекше мәдениеттің мұрагерлері ретінде әлемге береріміз бар. Мәселен, биыл Абайдың 175 жылдығы аталып өтіп жатыр. Сол шаралардың аясында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасымен арнайы Абай шығармаларының жинағы әлемнің 10 тіліне аударылды. Бұл жұмыста бізге тапсырылған болатын. 10 тілдегі басқан аударылып шыққан кітаптар осында тұр. Бұның барлығын дайындауға сол 10 тілде жұмыс істейтін ең беделі жоғары баспа ұйымдары қатысты. Мәселен, ағылшын тіліндегі аударманы Кембридж университетінің баспасы шығарды. Испан тіліндегі аударманы дайындауға, шығаруға Сервантес институты араласты атақты. Орыс тіліндегі басылымды шығаруға, дайындауға Мәскеу мемлекеттік университетінің баспасы араласты. Сол сияқты 10 тіл. Қай тілдер олар? Ағылшын, араб, испан, итальян, неміс,
француз, түрік, жапон. Осының ішінде біраз тілдерге абай бұрын мүлде аударылмаған еді, жаңадан аударылды. Осы 10 тілдің 7 тіліне абай қазақшадан сол тілдерге тікелей аударылды. Сондықтан бұл жерде ғылыми аударма ғана емес, көркем аударма тұрғысынан да біз кәдімгідей ілгері жылжыдық деп ауыз толтырып айта аламыз. Бұның барлығы біз ел ретінде қысқа ғана уақытта қол жеткізген шын мәнінде өте үлкен нақты нәтижелер. Рахмет. Шыны керек, Рауан Кенжеханұлы, мына кітаптарды көре отыра, біз ұлттық аударма бюросының жасалған жұмысымен таныстық. Рахмет, осындай кітаптарды әкеліп көрсетіп отырсыздар. Сіздердің де мүмкіндіктеріңіз бар осы кітаптармен танысуға. Жалпы бұл брифингке бұқаралық ақпарат құралдары да өздерінің сұрақтарын жолдаған болатын. Соның ішінде Казинформ журналисті Арайлым Мұратқызының сұрағы орыс тілінде беріпті, мен оқып кетейін. Какие переведенные книги больше всего пользуются спросом среди читателей? Бірнеше сұрақ қойыпты, біз бөлек-бөлек қояйын мен сізге. Спасибо за вопрос. Ну, это все-таки учебники, они адресованы нашим высшим учебным заведениям. Мы их доставляем во все наши 132 вуза, это и государственные, и частные университеты, и они доступны через библиотеки вузов. Они вот в нынешнем варианте в качестве книг мы их не передаем в наши общественные библиотеки. Вместе с тем доступны электронные варианты учебников. Если кому-то там хочется через свои устройства, компьютеры, гаджеты познакомиться с текстами, они абсолютно свободно, бесплатно доступны для чтения через веб-сайт открытого университета. Что касается, какие учебники пользуются наибольшим спросом, что ли, или популярностью, здесь мы пытаемся работать с вузами и спрашивать у библиотек университетов, потому что у них все-таки есть система, позволяющая мониторить. Конечно же, в первую очередь, это учебники, касающиеся наших обязательных дисциплин для всех студентов. К примеру, у нас все студенты, независимо от выбранной специализации, проходят курс философии. И вот у нас очень хорошая подборка, касающаяся философии, получилась. Это и западная философия, и вот в этом году мы издаем и распространим хорошие антологии, которые посвящены философии Востока. Это и китайская философия, и индийская, и японская. Потому что очень было много вопросов, поскольку в начале больше охват и уклон был сделан на историю западной философии. Вот цикл учебника по философии пользуется большим спросом. Потом у нас были учебники, касающиеся теории литературы. Они пользуются большим спросом. Экономика, но здесь не только экономика, но и предпринимательство. Вообще мы долго обсуждали и получили очень много предложения от наших экономических факультетов и бизнес-школ. Поскольку вот предпринимательство – это такая новая большая культура, это тоже часть обновления общественного сознания, формирование такой активной гражданской и предпринимательской позиции и видения зависит от того, как мы можем помочь людям сформироваться как предприниматели. Поэтому весь цикл учебников по такой программе, как MBA, то есть это и маркетинг, и менеджмент, и организационное поведение, и отношения с пользователями. Вот весь цикл он был переведен. И при этом, к примеру, маркетинг – это 17-е издание знаменитого учебника Филиппа Котлера «Principles of Marketing». И эти вещи сейчас доступны практически всем нашим читателям и в виде книги, и в виде электронных книг. Вот, наверное, можно назвать очень много, но наиболее востребованные и наименования, которые пользуются таким широким интересом, это вот эти учебники. Тағы да бірнеше сұрақ жолдапты. Уақытымыз шектеулі болғандықтан мен бәрін айтып өтсейін, сосын бір қорытындылап аяқтасақ. Что вы можете сказать о качестве переведенных книг? Сколько средств выделено на данный проект? Над чем сейчас ведется работа Национального бюро переводов? Какими книгами вы порадуете читателей? Какие планируете издать?
Постараюсь все охватить, много вопросов. Что касается о качестве, это творческая работа, и оценка, она как бы сложно поддается такой объективности. Ну, вот вы тоже работник творческой профессии. Если нам сейчас дать один текст и попросить перевести его с казахского на русский или с русского на казахский, мы дадим абсолютно разные переводы. И каждый по-своему будет прав. И здесь, наверное, все-таки мы должны опереться на опыт людей, которые вовлекаются в проект. Поэтому, когда подбираем переводчиков, редакторов, мы смотрим в первую очередь на их опыт. Это их имя. И здесь люди, вовлеченные в проект, здесь, если посмотреть, на всех учебниках есть редакционная коллегия и вот специалисты, которые задействованы. В каждом случае, в каждой книге это не менее 5-6 задействованных специалистов. Как минимум половина из них это ученые с учеными степенями, с опытом работы в университетах, либо действующие преподаватели, которые знают предмет изнутри. Поэтому, когда мы пытаемся вот обеспечить высокое качество, то в первую очередь апеллируем к опыту, к подготовленности специалистов, которые вовлекаются. В конце концов, это как бы такой коллективный труд. Это больше 300 специалистов. Это все наши национальные вузы, это наши научные центры. Я не хочу, как бы, что может показаться, что мы как бы вопрос качества передали и переложили на переводчиков. Это в первую очередь наша обязанность как организаторов и координаторов, да, администраторов. И мы долго думали, как это правильно организовать, и наиболее правильный подход он как раз таки заключается в том, чтобы мы обеспечили участие наиболее подготовленных людей. Я могу сказать, что в этом проекте участвовали все специалисты в стране, которые могут что-то дать такому проекту как специалисты. Мнение, опыт, знания, подготовленность. Вот все эти люди принимали участие. Я могу сказать, что каждый из них принимал участие далеко не из-за гонорара. Хотя, конечно же, труд оплачивался. Но у всех было высокое чувство ответственности за такой важный страновой национальный проект. Что касается средств. Вот здесь много разных учебников. Но, к примеру, тот же Филипп Котлер, которого я сейчас называл, в английской версии, в оригинале для студентов англоязычных университетов стоит $230 за экземпляр. Можно легко зайти на любой веб-сайт, Amazon, и проверить. И большинство этих учебников, поскольку это академические бестселлеры, они вот достаточно дорого стоят. Но наиболее доступные, скажем так, дешевые учебники в пределах $20-30. У нас вот, с учетом выкупа прав на учебники от авторов, с учетом организации перевода со всеми ступенями, которые я сейчас перечислил, с учетом печати тиражом в 10 тысяч экземпляров, с учетом доставки до университетов, с учетом разрешения и прав на свободное бесплатное распространение электронной версии через интернет. Стоимость каждого учебника, вот, исходя из заложенных средств, 3860 тенге. Вот это средства, которые выделены. Вот в рамках этих средств мы обязаны были организовать, работать, и вот, как есть, я перед вами отчитываюсь. Что касается планов и чем мы дальше и сейчас занимаемся, как я уже сказал, я думаю, что переводческая деятельность для нашей страны, для нашего общества очень важная. Должны переводиться все материалы, которые необходимы для наших, особенно молодых людей, для того, чтобы состояться как личности, как профессионалы во всех сферах. Если мы действительно искренне желаем преуспеть как общество, если мы действительно хотим, чтобы
казахский язык как государственный язык был на соответствующем уровне, то на этом языке должен быть соответствующий контент. Образовательный, научный, не только, в том числе контент, который людям интересен, просто когда они сравнивают с тем, что есть на русском языке, на английском языке, это и кино, это и медиаматериалы, для более молодежной среды это и там видеоигры, все это должно работать, должно быть доступно на родном языке. Поэтому здесь работа очень большая, и она не может быть охвачена только одной организацией, Национальным бюро переводов. Мы очень рады тому, что этим озадачились многие другие организации, достаточно много инициатив и стартапов по книгоизданию на языке, по созданию и переводу, и локализации разного образовательного и медиа-контента. Я думаю, что у этого есть огромное будущее, и этим действительно нужно заниматься, и мы тоже в этом направлении активно думаем и пытаемся работать. Что касается порадовать, у нас достаточно много обращений от читателей, которые хотели бы видеть отдельные наименования учебников либо книг в аудиоверсии. Особенно это монографии, которые действительно вызывают интересный такой живой отклик и интерес. Вот мы запустили приложение «Аудиокитап», и также вот на этом приложении отдельные наименования книг, которые по формату годятся для аудиозаписи. Мы их начитываем голосами ведущих наших дикторов, артистов и выкладываем в свободном доступе. Я рахмет, Рауан Кенжеханұлы. Жалпы мен ойлаймын, бұндай қысқа уақытта бұндай ауқымды жобаны түсіндіру, айту мүмкін емес, бірақ енді өзіңіздің сөзіңізде айттыңыз, 77 кітап қазіргі таңда аударылды ұлттық аударма бюросымен. Сонымен қатар 23 кітап аударылып қойылды, бірақ қазіргі уақытта жылдың аяғына дейін жоғарғы оқу орындарына жеткізіледі деп айттыңыз. Қаражат жайында да ақпарат бердіңіз. Көрнекілік ретінде міне кітаптарды де көрсетіп жатырмыз. Жалпы алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жұмысыңызда жаңа айтып жатсыз ғой, бұл творчестволық жұмыс деп. Жұмысыңызда сәттілік тілейміз. Біз енді осындай рухани жаңғыру жобалық кеңсесі Нұр-Сұлтан қаласы бойынша сіздерге арнайы мақсат ретінде осы жобамен түсіндіру, насихаттау болған еді. Мақсатымызға жеттік деген ойдамыз. Егер қорытындылайым, қоштасам десеңіз, сөз өзіңізде. Шында да өте ауқымды жұмыс. Айта берсе, әрбір кітапты жеке-жеке таныстыруға болар еді. Әрқайсының құндылығы өте жоғары. Әрқайсысын ұйымдастырған кезде түрлі мәселелер болды. Қызыққан адамдарға, журналистерге жеке сұхбат беруге, өзімізге редакцияға, офиске шақырып көрсетуге, мамандармен таныстыруға біз дайынбыз. Әрине бұндай жобаны насихат бұл тек ара-тұра брифинг өткізумен шектелмеуі тиіс. Сондықтан өзіңізге көп рахмет осыны ұйымдастырып шақырғандарыңызға. Ал енді қызыққан адамдарға хабарласуға, бірге жұмыс істеуге, атсалысуға, аударылуға, ұсыныс беруге, басқа кітаптарға не болмаса материалдарға шақырамыз. Бірге жұмыс істейік, бірге атсалысайық. Сау болыңыздар, рахмет.